Кейін оны артрит, артроз, сондай хондроз ауруларына жағып, онан кейін компресске өзінің мынандай сары гүлімен ішіндегі мақтаменен қосып, компресс қылып ауырған жерлерге тартып, тізеге, қақсағанға. Міне біз мынандай одуванчикті теріп отырмыз. Бақшадан теріп аламыз. Бұл өзі бақшаға жабайы болып өседі, бірақ жабайы болып өскеннен де бұның өзінің мынандай емдік қасиеттері өте жоғары. Бұларды теріп алып, қазір түгелдей мынаған теремізде 1 литрлік банкіге салып, содан кейін арақты құйып, аузын крышкамен жауып, 21 күнге орап қоямыз. Онан кейін оны артрит, артроз, сондай хондроз ауруларына жағып, онан кейін компресске өзінің мынандай сары гүлімен ішіндегі мақтаменен қосып, компресс қылып ауырған жерлерге тартып, тізеге, қақсағанға сондай жасаймыз. Енді оны қазір мынаны алдыменен жинап алайық. Жинап жатырмын. Мынандай түптерін жинаймыз осылай. Сабағын араластырмаймыз. Бұның жалпы негізі мынандай жапырақтары өте салатқа да неге қолдануға болады. Бұның жапырақтарын теріп 2 сағат суға, тұзды суға, салқын тұзды суға 2 сағатқа салып, одан кейін салатқа пайдалануға болады. Солай жасасаңыздар болады. Қазіргі уақытта май айында осындай одуванчик дейді. Бақ гүлі өте көп. Ал енді пайдаланыңыздар. Міне осылай бұның бәрін теріп алып келдім. Енді мына банкіге салып жатырмын. Банкіге арақты құйдым жаңа. Енді оны нығыздап тұрып саламын да осы банкіге. Арағын құйып, аузын жауып, 21 күн қараңғыға қоям. Содан кейін бұның суын жаққанға мынандай гүлін сығып, компресс тартқанға өте жақсы. Тізе ауырғанына, сондай бір жанға батып ауыратын ауруларға. Бұны жумаймыз, құр теріп әкелеміз, сол бетіменен осылай нығыздап саламыз. Ем болсын.